Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу достор, биздин каналдын катталуучулары. Биз сиздерге сурооңуздар боюнча портерлерди көрсөтөбүз. Биз азыр базардан көп жумуштар менен портерлерге толугу менен тартканга жетишпей калат окшойбуз. Бир-эки портерлер чыгып баратат, ошондой болсо дагы сиздерге тартуулайбыз. Эки миң алтынчы жылы чыгарылган портер, баасы келишимдүү, 4 эшиктүү. Номерини жакшылап жазып алыңыздар өшөт. Бул жерде портер 2002 жылы чыгарылган портер турат. Болгон баасы 300 000 сом экен. Көрүңүздөр. Бак, бул портер бир аз иштетилип колдонгон окшойт. Ошондуктан бир аз арзаныраак болушу мүмкүн. Биз кийинкилерди сиздерге көрсөтө берели. Баары базардан чыгып баратат. Урматтуу достор, мына портер $5100 окончательный баасын берет экен. Кызыккандар болсо жазып алыңыздар. 2003 жылы чыгарылыптыр, мына үстүндө посттары бар экен. Срочно рет. Кызыккандар болсо Бишкек шаарынын ичинде болсоңуздар көрүп алыңыздар. Биз кийинки унаны көрсөтөбүз бул жерде. Портер баасы келишимдүү, 2002 жылы чыгарылган, объему 2.6. Урматтуу достор, бул жерде дагы срочный портер сатылат экен. 2001 жылы чыгарылган, объем 2.5. Негизи 4.8 деп атат экен. $4500 окончательный берет экен. Кызыккандар болсо номер жазып алыңыздар. Отурыңыздар. Бул жерде портер 2 бар экен, ушуну дагы чыгып баратат, тартып көрсөтүп коелу. 2010 жылы чыгарылган, объем 2.5, $7900. Бул жерде оңбай артында порт сорттарды доставкага иштегенге бир мосту портерди сиздерге көрсөтөбүз. Эки миң 8 жылы чыгарылыптыр. Жылы жаңы, онда үстүндө эмеси бар экен. $5200 суралыптыр. Бирок жакшы сүйлөсөңүздөр түшүп бериши мүмкүн экен. Эки миң 2 жылы чыгарылган портерди көрсөтөбүз. Объем 2.5, $5200. Мына көрүңүздөр. Бул жерде ак түстөгү портерди көрсөтөбүз. 2002 жылы чыгарылган, 2003 жылы чыгарылыптыр. Объем 2.6, состояниясы жакшы, $6400 суралат экен. Сиздендери дагы жакшы экен.
Бұл чынында таза екен, айдалып тұр, жақсы. İçinde дағы жүк ташылғандығы білмейлі таза тұрады. Бұл жерде көк түстегі портерді көрсетеміз. 2004 жылы шығарылған Абиом 2.6 родная краска $6300 же $6500 екен. Мына жақшылап көріп алыңыздар, басыдағы екі түрлі жазып қойыптыр. Бұл портердағы көп іштелген емес, жүк ташыған емес екен, жақсы. Бұл жерде портер 2-ні көрсетеміз, ақ түстегі. 2011 жылы шығарылып тұр, басы келісімді. Коробкасы механика, свежий перегон. Бұл жақтарындағы көріп алыңыздар. Бұл портер 2008 жылы шығарылып тұр, $7200 сұрады екен. Көріңіздер, $7200. Состояниясы абалы дегендей бары жақсы. Сидендер дағы таза екен. Бұл жерде 2010 жылы шығарылған портер 2 бар екен. $6800 сұрап тұр бұл портерге. Біраз арзанырақ. Нұрдағы көрсеткен портерге қарағанда. Үстінде кішінекей багажник да бар. Бұл жерде урматтуу достар, ақырғы портерді көрсетеміз. Егерде шығып қалса да қайра куланта береміз. Бұл портер Абиом 2.6 механика болғаны 170 мың километр ғана жүріп тұр. 2001 жылы шығарылған, басы $6500. Ол дағы свежий келіп тұр. Урматтуу достар, көріп алыңыздар, свежий. Бұл жақтарындағы көріп алыңыздар. Бұл портердіңдағы үстінде багажник бар екен, көріңіздер. Бұл жерде дағы бір портер бар екен, ошоны көрсетеміз. 2002 жылы шығарылған. Коробкасы механика. Telefon numaraları жазып алыңыздар. Урматтуу достар, бұл мынаның басы $6300 екен. Свежий келген. Июнда келіп тұр, июнда. Тақшылар еске алып алыңыздар. Бұқта біраз семішканы қойып қойып тұр, чағымда. Семішканы сіз ұмыттыңыз ба? Семечканы сіз ұмыттыңыз ба? Жоқ, бұда чағым ұмытқан сәлетті. Қанша екен портер? Бұлар басыны реалды болсаңыздар сөйлешеміз деп, чалып сұрап көріңіздер, сөйлешіп.
Урматтуу достор, мына ушундай бүгүнкү чыгарылышта сиздерге портерлерди дагы тартып көрсөтүп бердик. Баалары бир аз арзаныраактар дагы чыгып калды. Портер издеп жүргөн болсоңуздар, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Балким бир аз дагы түшүп бериши мүмкүн. Арасында свежий перегон келген дагы бар. Кыргызстанга катталып, айдалып жүргөндөрү дагы бар. Арзан унаалар дагы бар экен. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр.